достар. Мен бүгін сіздерге Павлодар облысы Баянауыл ауданының тумасы Шорман бидің шешендігі туралы қызық әңгімені оқып берейін. Соңына дейін тыңдап, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Шорман Күшікұлы әкесінен 4 жасында жетім қалып, әжесінің ағайын туыстарының қолында жүреді. Бір күні күшіктің үйіне сол өңірге танымал би барады. Шорман баланың әжесі мен шешесі ол қонаққа не берерін білмей сасып қалады. Сонда 4 жасар Шорман сол үйдің еркегіне ұқсап бидің алдына дастархан жаяды да алдына бір табақ ыстық сүтті қоя салады. Қаптың түбі қағылды, бетке күйе жағылды, алдыңызда ыстық сүт, астықпай отырып жұт деп аға бидің бетіне қарайды. Би жас баланың тақпақтай айтқан тапқыр сөзіне қайран қалады. Бала тағы да: би ата, биыл қыс қатты болып, мал жұтап жатыр, ауылдың да сәні кетті, астық таусылды, елдің жағдайы қиындап барады деп, өз үйі емес бүкіл ауыл ел тағдырына қамқор бола сөз қозғайды. Талайды көрген би жас баланың бұл сөзіне тәнті болады да әжесіне былай деп қолқа салады: немереңіз болайын деп тұр екен, көре-көре көсем болады, сөйлей-сөйлей шешем болады дегендей, маған беріңіз, мен ертіп жүріп ел аралатайын, тәрбиелеп көрейін. Түбі осы балаңыздан бірдеңе шығар, дейді баланың шешесі. Шорман әлі жас қой, бұғанасы қатсын, дейді әжесі. Мақұл ғой бике, жасы 7-ге толғасын, сізді өзім іздеп тауып аламын, дейді. Осы уәде келісім бойынша Шорман 7 жасқа келгенде әлгі би атасына шәкірт боп соңына ереді. Ел аралайды, жұрт таниды, талай ел басшы игі жақсылармен кездесіп, олардың сөзін тыңдайды. Ел билігіне араласып, өзі де шағын дау жанжалдардың түйінін шешіп, бала би аталады. Шорман 11 жасында нағашысының ауылына барады. Нағашысы: осында қал, отау тігіп алдыңа мал салып берейін. Бір үй болып отыр. Жиені: кісі елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген, елімді тапқаным жөн болар. Шорман осыны айтады да нағашысына: көршіңіздің қызына көзім түсті, мен де, ол да бір-бірімізді ұнаттық, осыған құда түсіп беріңіз деп сұранады. Нағашысы жиенінің бұл өтінішін орындайын деп көршісіне барса, ол айтыпты: өзі жұқаналы жетім бала екен, қызымды бере алмаймын. Енді қыздың үйіне Шорман баланың өзі барады, ары-бері сөйлесіп көреді. Жас өспей ме, жарлы байымай ма отағасы, бізді де бір сынап көріңіз, түбі ұятқа қалмассыз. Тапқыр баланың сөзін байқаған қыздың әкесі көнеді. Аулыңа барып, бір айналып соғарсың, оған дейін қыздың жасау жабдығын дайындайық. Шорман ауылына қайтқан соң қыздың шешесі: отағасы, талай от ауызды орақ тілді шешендерге, талай бай бектерге дес бермеуші едіңіз, бір жетім балаға уәж айта алмай қалғаныңыз қалай? Бәйбішесінің бұл сөзіне бай: бала болатын бала тәрізді. Түбі осы баладан айтулы кісі шығады, көрерсіз бәйбіше. Қызымыз оған барса қор болмайды. Аузынан түйдек шыққан ақылды шешен сөзін көрмейсіз бе? Көп сөзді қой, қызыңның жасауын әзірле. Сонымен бай той жасап қызын ұзатады. Шорманның нағашысы да бет ашар той жасап, жиеніне ақ отау тігіп енші береді. Шорманның жасы 13-ке толған жылы Баянауыл округінің биі Едігеұлы Шоңби қартайып, орнына кімді билікке ұсыну керек деген сөз көтеріледі. Әр ауыл өз кісілерін ұсынып жатады. Сонда Шоңби: менің орныма би болуға Шорман лайық. Ол бала болса да дана, ақылды, ел жағдайын жетік біледі, ешкімге бұра тартпайды, әділ сөйлейді, адамгершілігі, халыққа деген қамқорлығы мол. Сонымен бүкіл округ болып Шоң атаның ұсынысын мақұл көріп, 13 жасар Шорман би болып сайланады. Содан былай қарай Шорман әр кезі малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деп отыратын. Еліне шын жан ашитын би надандықты, жатып ішер жалқаулықты, ел ішін індеттей жайлаған жаман әдеттерді жоюға күш салды. Әр ауылда, Баянауылдың өзінде мектептер салғызып,
мұғалімдікке сауатты адамдарды іздестірді. Түркі тілдерімен қатар орыс, араб, парсы тілдерін оқытатын адамдарды да осы іске тартады. Шорманның қара қылды қақ жаратын әділдігі ел аузында аңыз болып кетті. Енді оның төрелігіне жүгінуге тек Баянауыл ғана емес, Кереку өңірінің әр түкпірінен келетін болды. Оның абырой атағын, халық арасындағы беделін көре алмайтын іші тарлар да аз болған жоқ. Қызғаныштан өртенген олар Шорман атына кір келтіретін сан қилы өтірік өсек таратып жала жабудан жалықпады. Мұны да місе тұтпай, Шорманның жаулары оны өлтіруді мақсат етіп талай рет қастандықта ұйымдастырады. Бірде ел аралап жүрген диуанаға көп ақы беріп Шорманды өлтіртпек болады. Бір дауға төрелік айтуға бөтен ауылға келіп жатқан Шорманды көрсетпек болып, олар диуананы сонда ертіп келеді. Ымырт жабылған кез болса керек. Ашық есіктен үй ішінде жанып тұрған от жарығымен төрде отырған Шорман анық көрінеді. Диуана Шорманға көзі түсе салысымен селк етіп қолымен көзін көлегейлей қояды. Бір шама уақыттан соң өз-өзіне келіп, оның екі иығында екі періште отыр, бас жағында бір сәуле жарық шашып тұр. Қасиетті адам болса керек. Басымнан төмен қарай алтын құйсаңдар да оған қиянат жасай алмаймын деп ат тонын ала қашыпты. Мұны жазып отырған Шыңғысұлының шөбересі Мәрмүра Асфандиярова. Қазақ әдебиеті 4 қазан 1991 жыл. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лүпіл басып, пікір қалдырып отырыңыздар.